Жалпы қазақтың дұрыс жігіттер қайда жүргенін айтайын ба? Олар еңбек істеп жүр. Қолдары тимейді олардың. Баяғы біздің қазақтың ұстанымы бойынша негізі қыздар таныс арқылы іздеу керек қой жігітті. Сыртынан қарап, ісіне қарап, еңбегіне қарап та. Қазір еңбегі дегенде мінген машинесіне қарайды, киінген киіміне қарайды. Ол енді біреудің машинесі шығар. Ағасының машинесі кредитке алынған шығар да, ол нәрсе. Сырттан қараса, еңбек істеп жүрген жігітке қараса. Қызда да сондай. Ол да жаңағы клубта жүрген, болмаса көшеде жүрген қыздан әрине ол жақсы нәрсе шықпайды. Ол да еңбек істеп отқан болса, әкесіне, шешесіне қарап, сөйтіп таңдау керек қой жалпы. Жақсы қыз іздеймін десе, жақсы жігіт, жақсы қыз, жақсы жігіт іздесе, ең бірінші еңбегіне қарау керек. Білесіңдер ме? Имандылықтың өзі дұрыс күйеу, дұрыс әйел деген мағынаны түсіндірмейді деген. Ол 5 уақыт намазын оқып отыру мүмкін, хиджабын киген болуы мүмкін, бірақ ол дұрыс емес әйел болуы мүмкін. Сол сияқты 5 уақыт намазын оқып жүрген жігіт болуы мүмкін. Мен танимын ондай жігіттер. 5 уақыт намазын оқиды. Менен де ілімді, бірақ еңбегі жоқ та. Еңбегі жоқ болғаннан кейін ол әрине ол құрметсіз болады әйелдің алдында. Әйелдің жалпы қоғамның алдында еңбегі жоқ еркек, ол еркекке жатпайды негізі. Қыбырласаң қарасасын.